Саламатсыздар ма, құрметті біздің осы 11 сыныпты бітіруші болашақ түлектер. Мен сіздерге бір шағын кеңес бергім келеді. Менің аты жөнім Омаров Тұрар. Осы Кентау қаласында мектепте мұғалім болып жұмыс істеймін. Қосымша мынау оқушыларды ұбт-ға дайындаймын. Мен жалпы биыл біраз жыл болды осымен айналысып жүргеніме. Көп осы 11 сынып оқушыларымен ұбт-ға дайындаламыз. Тарих пәнінен дайындаламыз көбінесе. Мен енді көбінесе бір кеңесім бар. Осы барлық еліміздің бітіруші түлектеріне мүмкіндік болса, осы ұбт-ға 1 қыркүйектен негізі дайындалған дұрыс. Осы сіздердің негізгі 5 пәнге дайындалыңыздар. Мен бүгін сіздерге бір кеңес бергім келеді. Осы болашақта келесі жылы ұбт тапсырған кезде алдыңғы біздің кейбір түлектердің қателігін қайталамаңыздар. ұбт-ға 100% кірісіп дайындалу керек. Бүкіл зейінді қою керек. Кішкентай болса да уақыттарыңыз болып жатса, ұбт-ға дайындалыңдар 5 пәнге. Мен айтар едім, осы мектептегі осы 11 сыныпта ең негізі осы ұбт. Себебі өздерің жақсы білесіңдер, қазір университетке түсу ақысы қымбаттаған. Оқып жатам. Әлеуметтік желіде, осы бітіруші түлектерден көп мұғалімдер айтып жатады. Қазір оқу ақысы қымбат. Сондықтан тек грант ұтып алу керек. Сосын айтады кететін, егер араларыңызда 10 сыныптың оқушылары да тыңдап отырса, ата-аналарың тыңдап отырса, мысалы сендердің арттарынан іні қарындастарың, сіңілдерің өсіп келе жатқан болса, сол 10 сыныптан бастап кәдімгі бүкіл арнау керек қой осы ұбт-ға. Мен айтар едім, мемлекеттік мектептің емтиханынан да оған көп көңіл бөлу керек. Оған өте серьезно қарау керек та, орысша айтқанда. Сіздер мүмкіндігі болса қосымшаларға барған дұрыс. Мысалы, кейбір жерінде ұбт-ның мектеп программасы дегенмен де ол жерде ұбт-ның кейбір сұрақтары тиянақты оқу керек та. Сондықтан мектепке барып келгеннен кейін, түстен кейін қосымша курстарға барыңыздар. 5 пәнге. Болмаса бір кітапшалар алыңыздар. Болмаса әлеуметтік желіде салып жатады. ВК бар, тағы да басқа әлеуметтік желіде. Телеграм каналдар бар, неше түрлі. Бірақ бәріне дайындалыңыздар. Сосын мынау бітіріп кеткен, ұбт-да жоғары балл жинаған балдармен ақылдасыңыздар. Мысалы, болады 138 балл жинаған, 134 жинаған, 128, 100-ден асырған балдармен негізі ақылдасып, қалай жинады, қандай сұрақтар келді. Сол бойынша мен ақылдасқан дұрыс деп есептеймін. Сосын мүмкіндігі болса, түстен кейін, мысалы, курсқа жазылған кезде офлайн, яғни 100-100 сөйлесетін қосымшаларға қатысқан дұрыс деп ойлаймын. Мұғаліммен сөйлесесіз. Сосын сіздер түлектерден сұраңыздар, қай мұғалімге көп барады олар. Мысалы, мен кеңес берем, бұрыннан осы қосымшаны дайындап жүрген 5 пән мұғалімдер бар, өздері. Сұрасаңыздар, көбісі айтады, мына мұғалім жақсы дайындайды деп. Сол мұғалімге барған дұрыс. Яғни ол мұғалім сенімге кірген оқушылар біледі, яғни бітіруші түлектер, ағаларыңыз, әпшелеріңіз мүмкіндігі болса, сол мұғалімге барған дұрыс. Ол сіздерге ешқандай жаман кеңес бермейді. Яғни ол ұқыпты дайындап жүрген білікті ұстаз. Жастар да бар шығар дайындап жүрген, оларға да барыңыздар. Бірақ ләжі болса, мүмкіндігі болса, сұраңыздар, қанша жыл болды ол ашылғанына. Сосын көбісі қызықтырады, білім орталықтары бүйтеміз, андай лотерея дей ма, мынанша балл жинасам андай береміз деген сияқты. Мүмкіндігі ләжі болса, білімге қарай. Сырты әдемі жарнамаға сенбеңіздер. Айтады, мысалы, біз осынша балл жинасаң, бір нәрсе береміз, ақша береміз деп қызықтырады. Жоқ, ол жарнамаға не қылмаңыздар. Сіздер ол білім орталығы болсын, жеке пән мұғалімдер болсын, солардың біліміне сеніп барыңыздар. Сосын көп қосымшаға барғаннан кейін, әлеуметтік желідегі өздеріңіздің парақшаларыңызға қатты қызыға бермеңіздер. Мысалы, бар ғой, Instagram, ВК, мысалы, неше түрлі TikTok сияқты, оларға көп уақытты азайтып, ұбт-ға көп көңіл бөлу керек. Сондай-ақ біздің мен тыңдап отырған ата-аналар болса, сіздерге де кеңес. Не істеп жатыр ұлыңыз, қызыңыз не істеп жатыр, қандай қосымшаларға барып жүр, ол қосымшаға барын деп басқа бір жерде жүрген жоқ па,
Сол мұғалімдердің телефон нөмірін алыңыздар, қосымша беретін. Графигін біліп алыңыздар. Қай күндері барады ол. Сондай сияқты. Ол мұғалімдермен де байланысып тұрыңыздар, мүмкіндігі болса. Сондай кеңес бергім келеді. Сосын түлектерге де айтқым келеді. Жаңағы мереке, туған күн деп. Бізде ең қиыны, мысалы осы ұбт басталған кезде, соңғы қоңырау, бітіру кеші деп көп түлектер соған көңіл бөліп кетеді. Көйлек іздейді, тойхана іздейді. Мен ойлаймын, ондайдың бәрін ата-анаға жүктеу керек. Ата-аналар өздері ұйымдастырып, соны дұрыс деп ойлаймын. Болмаса, мына ұбт-ға бармайтын оқушылар болады. Яғни бармайды, әшейін мемлекеттік емтихан тапсырып, шетелге түсіп қойған, болмаса Қазақстанның да бір тағы сондай бір оқу орындары болады екен ғой, жаңағы ұбт-сыз да түсіп кететін. Сондайға түлектерге не қылыңыздар. Негізі мен кеңесім де 100% сол ұбт ғой. Сосын бізде мына қаңтар айында, наурыз айында осы болып жатады ұбт-лар, пробный. Түлектер өздерінің білімде, ол міндетті түрде барған дұрыс деп мен ойлаймын. Енді ол да міндетті емес, баруға да болады, оны тапсыруға, бармауға да болады. Бірақ мүмкіндігі болса, білімдеріңізді барып, бір тексеріп көріңіздер. Ол өте жақсы, ол пайдалы, біліп отырасыздар. Енді қаңтарда басталады ғой, жаңағы бірінші ұбт-лар, пробный. Мен сіздерге айтар едім, оған міндетті түрде барыңыздар. Әрине олар ақылы, қаңтар айында, қыстағы да, көктемгі ұбт да. Бірақ енді олай қатты бір қалтаға ұратын ақша емес. Бірақ білесің, мен осынша балл жинайды екенмін ғой. Мысалы, көп балл жинасаң, яғни сен дұрыс жолда келе жатсың. Ал егер аз жинап қалсаң, мысалы, қыста, көктемде, яғни тағы да ширату керек. Таңдау пәндерді дұрыстап таңдаған дұрыс. Бұл да ұбт-да көп пайдасы көп. Себебі кейбір пәндер болады, мысалы, қабілетің жоқ оған. Ол қалай ертең тапсырасың? Сондықтан өзің қабілетің бар пәндерді, мамандық таңдаған дұрыс. Сондықтан барлық түлектерге енді бұл алғашқы кеңесім, мен көргенімді айтып жатырмын. Сәттілік, көп оқу керек. Мектеп бағдарламасынан бөлек те қосымша да өздеріңіз ізденіңдер, болмаса өздерің оқыңдар, кітаптарды оқыңдар. ұбт-ға көп дайындалу керек. Мен мысалы тарихтан айтатын кеңесім, мүмкіндігінше тест нұсқаларымен дайындалған дұрыс. Енді басқа мына жерде оқыған мұғалімдер айтанша жоқ, ол дұрыс емес. Тақырыппен дайындалған дұрыс. Мен әртүрлі өтеді. Мен ең тиімдісі, мен ойым, ол тест түрінде, яғни сұрақ жауап түрінде дайындалған дұрыс. Сосын ләж болса бұрыннан осы қосымшамен айналысып жүрген, бұл қосымшаны бизнес емес, бір жаңағы ондай емес, бір өзінің кәсібі есебінде жақсы көретін ұстаздарға барған дұрыс. Ләж болса қатты қымбат нелерге бармай, арзандау сәл. Сосын мектептегі пән мұғалімдермен сөйлесіп көріңіздер. Сәл бос уақытында сіздермен жұмыс жүргізсін. Енді қазір ұбт мектеп көп жауап бере бермейді. Баяғыда өздеріңіз білесіздер. Кәдімгі мектептер жарысатын, директорлар жарысатын, рейтинг болатын. Қазір мектептің несінен алған. Енді Қазақстандағы қазір, дәл қазіргі уақытта бұл ұбт ең дұрыс болып есептеліп тұр ғой. Кәдімгі барасың, 3-4 сағат отырасың. Қайта біздің министрлікке рахмет, қазір 2 рет тапсыратын қылып, ең жоғарысын ұсынасын. Мен тағы байқағаным, ләж болса, мысалы, маусым айының басында бір тапсырып, мысалы 4-5-не, сосын шілде айының бір 4-5-не тапсырып көрген дұрыс шығар деп ойлаймын. Екі грант беретін ұбт-лар бар ғой, тапсыратын тест орталыққа барып. Солай арасын сәл ашсаң, сосын білесің, мысалы бірінші барғанда мысалы 104-105 жинасаң, мысалы маусым айында, шілде айындағысына барсаң, ол көтерілуі мүмкін. Көтерілмеуі де мүмкін. Егер оқымасаң, көтерілмейді. Егер қызығып, ізденіп, өзіңде бір мықты мотивация болса, сен жоғары балл жинайсың. Бұл жерде таза, мен өзім ойлаймын, білім деп ойлаймын. Қарасын, тапсырасын, бірден результат шығады. Баяғыда ол кешке күтетін, азында барып тапсыратын, кітапшамен тапсыратын. Мысалы 9-да кіріп, 1-де шығатын, сөйтіп кешкі 5, 6, 7-де шығатын нәтижесі. Қазір рахат, барасың, тапсырасын, компьютер бәрі, бірден нәтижең шығады. Сол құрметті осы 2022-2023 жылғы түлектерге болашақ сіздерге айтар едім, тек қана білім бұл жерде. ұбт, білім,
қосымша нелерге барыңдар, айтып отырмын ғой, өздеріңіз ізденіңдер. Үйде ата-аналар сіздер де заинтересованный болыңыздар, қызығыңыздар сіздер де. Себебі балаларыңыз сіздердің грант аламасыздар, амал жоқ, ақылы бөлімге оқытуға мәжбүр боласыздар. Артық шығын. Ал егер грантқа түссе, тегін оқиды, жеңілдіктер болады, стипендия алады. Сондай сияқты өзі армандаған оқу орнына түседі деген сияқты. Сәттілік сіздерге. Тағы ойлаймын, алда тағы да осындай бір бейне жазбалар болса, сіздерге ұсынатын боламын. Сәт сапар, болашақ жас түлек.